Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода жаңадан юнит, яғни бөлім бастайтын боламыз. Бізде 6-шы бөлім Unit 6 Healthy World, яғни дені сау әлем дейді, яғни денсаулық жайында, денімізге сау, пайдалы тағамдар жайында тапсырмалар орындайтын боламыз. Яғни бұл жерде бізде 82-ші бет пен 84-ші бет аралығында тапсырмаларды орындап түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп боламыз, себебі алдағы уақытта мен видеоларымды тек тіркелген оқушыларым көретін етіп қоятын боламын. Енді бізде мына жерде did you know дейді, сен білесің бе дейді. Watermelons are 90% water and 100% healthy. Яғни бізде қарбыз 90% судан тұрады дейді, яғни 100% біздің денсаулығымызға өте пайдалы дейді. Келесі 83-ші бет, бірінші жаттығу. Exercise 1, look at the picture, answer the questions. Суретке қара және де сұрақтарға жауап бер дейді. Яғни мына жерде суретте екі бала отыр. Біреуі пайдалы салат жеп отыр, ал екіншісі бургер жеп отыр. Және де сұрақтарға жауап беретін болсақ, бірінші сұрақ, where are the children? Балалар қайда отыр дейді. At a school cafeteria. Не мектептің асханасында отыр дейміз. Екінші, can you name any of the food? Суреттегі тағамдардың аттарын білесің бе дейді. Яғни салат, salad, sandwich and juice. Салат және сэндвич және де сусын дейді. Үшінші, is the food healthy? Бұл тағамдар пайдалы ма дейді. Yes, yeah деп жауап береміз. Келесі төртінші, what do you usually eat at school? Сен көбінесе мектепте не жейсің дейді. Яғни fruit деп жауап береміз. Яғни жемістер деген сөз. Екінші, read and choose, there are two extras дейді. Оқы және екі, яғни бұл жерде екі бір-біріне ұқсайтын сөйлем бар, соны тап дейді. Бізде 1, 2 және 4-ші сөйлемдерді белгілеп жазамыз екінші жаттығуға. Яғни бұл жерде мысалы айтылған gives your body what it needs to work properly, gives you more energy, stops you getting sick. Келесі үшінші жаттығу, make sentences to complete the poster. Яғни мына постердегі сөйлемдерді толықтыр дейді. Яғни бізде бұл жерде сөздердің орындары ауысып кеткен, соны сөйлем құрамыз керек, дұрыс сөйлем. Яғни екінші сөйлем. Екінші сөйлемде бұл жерде get active every day. Яғни күнделікті сен позитивті бол дейді, яғни активный бол дейді. Мына жерде шатасып кетпіз. Екінші сөйлем, үшінші сөйлем, төртінші сөйлем болады. Келесі үшінші сөйлем sleep 10 hours, 10 сағат ұйықта дейді. Келесі төртінші drink a lot of water, өте көп су іш дейді. Яғни бұл жерде төрт денсаулығымызға жақсартудың 4 жолы дейді. Біріншісі бізде eat more fruit and vegetables, өте көп пайдалы жемістер мен көкөністер же дейді. Яғни келесі төртінші жаттығу in pairs, write 2 more ways to a healthy body, draw pictures, present them to the class. Яғни бұл жерде яғни денсаулыққа пайдалы тағам және пайдасыз тағамдар жайында жаз дейді, және солардың суретін сал дейді. Яғни бұл жерде бұл тапсырмада eat fish дейміз, яғни балық же дейді. Don't eat sweets and sugar, тәттілер мен қант көп жеме дейді. Яғни бұл жерде мына жерге дәптерімізге балықтың суретін және де мына жерге тәттілердің суретін салып қойсақ болады. Келесі 5-ші жаттығу, яғни бізде 83-ші бет. 84-ші бет кешіріңіздер. 5-ші жаттығу exercise 5, listen, point and repeat. Бұл жаттығуда біз мына жерде суреттер берілген. Яғни әр суреттің қасында әріппен берілген. Осы жерде мына сөздердің аудармаларын біліп, мына жерге сол суретке сәйкес келетін сөзді жазуымыз керек. Яғни бізде бірінші сөз salt and pepper. Salt and pepper. Яғни тұз және бұрыш дейді. Екінші cabbage. Cabbage.
яғни бізде бұл орам жапырақ, яғни капуста дейміз. Үшінші, пицца, яғни пиццаны бәріміз де білеміз, бұл бізде F. Төртінші, sausage, яғни бізде шұжық, колбаса, G болады төртте. Бесте, olive oil дейді, яғни оливковый май, оливковое масло, яғни D болады. Бесте D. Алтыда, майонези, яғни бізде бұл майонез, G, алтыда G. Жетіде, летюк, яғни қыша, бұл жерде бізде жетіде A болады. Келесі сегізінші, cucumber, яғни бізде бұл қияр, яғни C болады. Тоғызда, mushrooms, саңырауқұлақтар, I болады. Онда mustard, яғни горчица, қыша дейміз. Осылай орындаймыз 5-ші жаттығуды, жазып аламыз және де көшіріп алмаймыз. Міндетті түрде түсініп, видеоны айналдырмай соңына дейін көреміз, себебі сабақты дұрыс түсінбей қаламыз. Түсініп, мұқият тыңдап отырып жазыңыздар. Келесі 6-ші жаттығу, exercise 6, thinking gap. You want to make a salad. In pairs decide what to include. Яғни бұл жерде диалог құра дейді. Сен салат жасайын деп жатсың, және де соған не керекті, не керек емес, сол жайында сөйлемдер құра дейді. Яғни мына жерде мысал келтірген. Let's put some tomatoes in our salad. Біздің салатқа аздаған қызанақтар қосайық дейді. Мына қыз айтады, yes, sure, әрине, неге қоспасқа, why not дейді. Oh, no, let's, осы сөздерді қолданып, біз мына суреттегі сөздерді қолданып, мына жаққа жазуымыз керек. Яғни, бірінші біз let's put some tomatoes in our salad. Біздің салатымызға қызанақ қосайық дейді. Yes, sure, why not? Әрине, неге қоспасқа дейді. Келесі оқушы айтады, let's put some carrots in our salad. Біздің салатымызға аздаған сәбіз қосайық дейді. Oh, no, дейді. Жоқ. Let's put some cucumbers. Яғни аздаған қияр қосайық дейді. Яғни қызанақ пен қияр қосайық дейді. Let's put some mayonnaise in our salad. Біздің салатымызға аздаған майонез қосайық дейді. Yes, sure, why not? Қосайық, неге қоспасқа дейді. Бұл жаттығуды көшіріп алу міндетті емес, өздерің мына жерде заттардан қандай салат жасағыларың келеді, соны жазуларыңа болады.